Кішкентай қыз өзінің есіне Оденді қайтадан алады. Тогда я стану с тобой навсегда. Зовут Кодзуки Хиори. Не было бы ни одного дня, когда бы ты был настоящим сёгуном. Әрмен қарай Оричи, 20 жыл бұрынғы Оден қазір қайтадан оралады дегенге сенесің бе, күлкімді келтірмеші деп айтады. Вот так везет сильным. Луфи өзінің 5-ші герін қосқаннан кейін бірден сұмырай Кайдоға қарсы аттанамын деп шешеді. Луфидің фрукциясы, яғни техникасы Джойбой өте сенімді болғаннан кейін Кайдоның ішіне қарай бірден кіріп кетсе де, оған ешнәрсе демей сабыр сақтап, оның ішінде тұрса да атака жасай береді. Ямато Кайдоның өте жойқын соққысын байқап қояды да Луфиға бірден ескертеді. Берегись, Луфи! Кайдоға обал болды. Гигант! Что? Что? Ой! Луфи Джойбойды қосқаны сол еді, Кайдоны упор көрмей, оны қатты унизит етіп тастайды, себебі ол ең мықты 5 Йонконың қатарына кіреді. Мына жақта болса, Кит пен Ло егерді Луфи жеңбейтін болса, біздің де басымыз бәлеге қалады деп отқан кезде, Кайдо Луфиға қарай атып шығады да оған қарсы соққы жасайды. Больно же! Нет! Луфи Кайдоның бағалдегі ударын жеп қалғаннан кейін қатты ойланады. Егерде қазір Кайдоны жеңбейтін болса, Ванодағы тұрғындар және артындағы сеніп отқан адамдардың барлығы жеңіледі. Луфи енді өзіне мотивация алып Кайдоны жеңемін дейді, ал Кайдо оған келіспейді. Ты умрешь! Ей, Кайдо, сен менің кім екенімді ұмытып кеткен секілдісің. Менің атым Мугивара Луфи. Стучи же громче! Звук моего сердца! Кайдо ең басына бұның барлығын ойын шығарды ойлап тұрған еді. Содан кейін Луфи Кайдоға серьезный атака жасайды. Мына кішкентай бала бәле болды ғой. Сен шын мәнінде кімсің? Менің атым Мугивара Луфи, болашақ қарақшылар патшасы. Одан кейін Кайдо Луфиға қарсы тағы да өзінің техникасын қолданады, бірақ та бұл нәрсе Луфиға әсер етпейтін секілді, себебі оның аты Джойбой. Кайдо мен Луфи осылайша әлі де ұзақ шайқасатындығы анық, ал Ванода болса көптеген үйлер өртеніп жатқандығы белгілі. Содан кейін қала тұрғындары барлығы да Мугивара Луфидің жеңуін сұрайды. Санджи дер кезінде келіп әйтеуір қаладағы адамдарды құтқаруға тырысып жатыр. Әрмен қарай Усоп Райзоның техникасын көреді. Зоя қалай шашатын болса, ол да сол секілді тура су шашады. Осылайша келе жатқан қауіптің бетін қайтарады. Ямато болса Мамоноскеге түсіндіру үстінде, сен де Кайдо секілді бола аласың, бірақ та оны дәл қазір қолдану керексің. Әлбетте шешімді өзің қабылдайсың деп жатқан кезде Мугивара Луфи өзінің қолына электротехникасын алып алады да Кайдоға қарсы қолданады. Мамоноскенің аузынан от шығару келмей жатыр. Әрмен қарай бізге 20 жыл бұрынғы Мамоноскенің флешбегін қайтадан көрсетеді. Мамоноске өзінің қолынан дым келмейтіндігін түсінгеннен кейін Оден секілді бір қаһарманның келуін тілейді. Мамоноске өзінің қолынан боқтай келмейтіндігін түсінгеннен кейін кетемін дейді. Я ухожу! Положись на меня! Пожалуйста, береги себя! Мамоноске өзіне мотивация алады да Кайдоға қарсы аттануға кетеді. Ал мына жақта Луфи мен Кайдоның шайқасы әлі де бітпеген. Менің сонда бір түсінбегенім, Джойбой Кайдодан 2 есе мықтырақ па, әлде бұның барлығын құтқарып тұрған сюжет па? Қалай ойлайсыздар? Луфи өзінің бағалдегі біз айтқан электротехникасын Кайдоға қарсы қолдана алмай жатыр, ал Кайдо да қарап тұрмай өзінің бір техникасын әйтеуір дегенде қолдануы қажет. Жеке мен өз ойымды айтатын болсам, бұл шайқаста Луфи негізінен Кайдодан 5 рет ұтылды, ал Луфи болса Джойбой фрукциясы арқылы ғана мықты болып кетті. Разрушители смерти! Раскат грома!
Мынандай удармен Жойбойды жеңу қайда, Кайдо? Вано тұрғындарының барлығы болса мереке ұйымдастырып жатыр, ал кішкентай қыз болса өзінің әкесін сағынады. Отправляйся к папе! Кайдо ішінен өліп боқтап жатқандығы анық. Содан кейін қайтадан бұл екеуі де қайтпайтын бәле екен бір-біріне атака жасауларын бастайды. Егерде Жойбой фруктысы болмай 4-ші гирмен атака жасайтын болса, Луфи ұтылатындығы анық. Әрмен қарай Мамоноске әйтеуір дегенде өзінің күшін қолдана алған секілді. Әрмен қарай ата тұрады да барлығына мотивация береді. Луфи жеңетін болса, біз барлығымыз да бақытты өмір сүреміз, ал Кайдо жеңетін болса, құлдықта өмір сүреміз дейді. Выбор прост. Я ребенок в Хакумае, а у меня жена в Ринго. Қаладағы барлық адамдар Кайдодан опық жегендігі көрініп тұр. Содан кейін барлығымызда Мугивара Луфиға қосыламыз деп бірден айтады. Луфи бағалде Кайдодан таяқ жеп қалған еді. Енді Луфиді ояту үшін оған әлбетте мотивация керек. Постарайся, Мугивара-сан! 20 жыл бұрын барлық самурайлар Кайдоға қарсы шабуыл жасаған еді, бірақ ол самурайлардың қолынан дым да келмегеннен кейін Кайдодан ұтылған болатын. Луфи әйтеуір дегенде мотивация алып ең қауіпті соққыларының бірін Кайдоға қарсы жасамақшы. Луфи Мамоноскені дәл қазір осы соққысымен бақытты қылатындығын айтады. Кайдо әйтеуір дегенде қашып пысып жүріп Луфидан қашып кетеді. Луфи бірақ жаны келіп кетеді де оған бәрібір де соққы жасайды. Бұл удар Луфидің Кайдоға қарсы ең соңғы соққысы болып саналады. Қала тұрғындары болса Кайдоның жеңіліп жатқандығына 100% сенімді. Әрмен қарай қайтадан флешбектарды көрсетеді. 20 жыл бұрын Оричи Кайдоға қарсы шыққан адамдардың барлығында қырып салған еді. Қала тұрғындары барынша Кайдомен сөйлесуге тырысқан еді. Бірақ ол сөйлескендерінен дым да шықпай Кайдо Ваноны жаулап алады. Клана Кодзуки больше нет! Оричи қаладағы ең мықты 3 самурайға бізбен бірге боласыңдар, не болмаса Оден секілді өлім дәмін татасыңдар деп айтады. 3 самурай Оден секілді мықты боламыз, кланды бәрібір де қорғаймыз деп Кайдоға қарсы шайқасқан болатын. Осылайша жаңа дәуір басталған еді. Оден сама өлді. Жаңа басшы Кайдо келген болатын. Вы не соответствуете титулу самурай! Оричи осындай іс-қимылдарымен Кайдоның ең сенімді адамдарының біріне айналған болатын. Оричи мен Кайдо осылайша Ваноны жаулау барысында барлық адамдарды өлтіріп құлдыққа салған. Производите оружие по всей стране! Жұмыс жасаңдар, әйтпесе Кайдо сама сендердің барлықтарыңды қырып салады. Қала тұрғындары тіпті улы суды да ішкен. Және Кайдо да өзінің йонколық дәрежесіне оңайлықпен келген жоқ, еңбек еткен. Нет никого, кто смог бы одолеть меня! 46 жыл бұрын Кайдо бір жеріне қарамай Тенрюбитоның жеріне қарай басып кіреді. Және де Тенрюбито әрмен қарай Кайдоны обычный солдат ретінде пайдаланамын деп айтады. Кайдо болса келіспейді. Не используй меня ради политики! Осындай йонколық дәрежеге жету үшін Кайдо күнімен түнімен ұйықтамай еңбек еткен. Және де ол барлық әскерлерді, яғни дозорнилардың барлығын упор көрмей шашып тастаған. Наградасы сол кезде 70 миллион белли. Ең мықты деген адамдардың барлығын жеңіп атақты бола бастады. Чёртово отродье! Пиратом не хочешь стать? Кайдо осы кезде Белауспен танысады да Роксиди Шебектің командасына қарай қосылады. Көп ұзамай 10 жылдан кейін Роксиди Шебек Гарп пен Роджерден жеңілгендігі туралы ақпараттар тарайды. Как же здорово, Мамоноски-кун! Насилие будет всегда господствовать в мире! Я Кайдо, сенде мықтысың, бірақ бұл жолы жастарға орын беру керектігін ұмытып кеткен секілдісің. Шайқасып жатқан тек қана Кайдо мен Луфи ғана қалды. Қалғандары болса олардың шайқасын бақылап тұр. Луфи удар жасап жатқан кезде кім үшін, отбасы үшін, достары үшін шайқасып жатқандығын есіне алады да Кайдоны ең соңғы рет нокаут жіберіп ұйықтатады. Кайдо таста газель айдайсың енді. Осылайша Кайдо да Биг Мам секілді лаваға қарай түсіп кетеді.
Луфи мен Кайдоның арасындағы ең қызық шайқастары осымен аяқталды. Мы наконец-то победили! Кайдодан құтылдық па десек, Ваноға қарай Рикюго, яғни Гринбол адмирал келе жатады. Гринболды Ваноға жіберген әлбетте Сакадзуки Акайну. Дозорнилар болса жоғарғы жақтағы гарасилермен әңгімелерін айта алмай байланыс үзіліп кетеді. Я не позволю им манипулировать информацией. Қаладағы барлық адамдар Кайдо мен Биг Мамның мугиваралықтардан жеңілгендігі туралы ақпараттарды көреді. Трафальгар Ло болса өзінің командасын әйтеуір дегенде жинап алады. Одан кейін Луфи мен Ямато кешкі кездесуде балық ауламақшы болады. Луфи әйтеуір дегенде балық аулайын деп жатқан кезде Чоппер Ваши комплименты не делают меня счастливым. Брук пен көк шашты қыз болса халыққа ән айтып гитара тартып береді. Әрмен қарай Ника Робин Панеглифта жүрген кезде оған Тенгусан келеді. Ника Робинға өзінің кереметте қылыштарын коллекцияларын көрсетеді. Негізінен бұның есімі Кодзуки Цукияки, Ваноның баяғы қылышкері. Тенгусан кейінірек Оденнің өлгені туралы хабарды естиді де өз-өзіне қол жұмсамақ болады. Бірақ та райынан қайтып үлгереді. Әрмен қарай Кинг пен Квиннің алдына мықты адмиралдардың бірі Гринбол Рекуго шығады. Жарайды, Гринбол келеді де Кайдоның ең мықты адамдарының барлығын жалғыз өзі шашып тастайды. Өз басым ойлаған едім, Кинг пен Квин мына Гринболды жабылып алып қоятын шығар деп, бірақ қайдам екеуі де ұшты командасымен қоса. Гринбол болса Сакадзукидан өзінің сыйлығын күтуде. Әрмен қарай Мугивара Луфи Вано тұрғындарына бақытты болуларын тілейді. Онымен қоса Луфи Мамоноскені Ваноның қаһарманы ретінде көреді. Содан кейін барлық жақсылықтарды тілейді де Китті өзіне алып құшақтап алады. Мугиваралықтар тойлауды жалғастырады. Бізге ең мықты йонколардың бірі Шанксты көрсетеді. Нужно наслаждаться. Оден сама. Барлығы тойлап жатыр, ал артындағы қыздың мазасы жоқ. Содан кейін Гринболдың алдына Накамамушидің әскерлері шығады. Гринбол өзінің мыналарды сыпсымела ұтатындығын түсініп, бірден атака жасап үндерін өшіреді. Используй силу плода Мори-Мори. Я лесной человек. Гринбол өзінің фруктсын қолданып ағашқа айналады да бағалегі Накамамушидің әскерлеріне атака жасайды. Мына Гринболдың түрі ана Дотадағы ағаштар бар емес па, соған ұқсайды. Рикюго Гринбол алдына шыққан адамдардың барлығын қыратындығы айдан анық. Әрмен қарай Шанкстың командаластары Мугивара Луфидің наградасын өскендігін көріп таңғалады. Осылай Шанкс Луфидің наградасына қарай қарап отқан кезде бізге флешбек келеді. Это не игры. Я докажу тебе. Давай, сделай это. Кейінірек қала тұрғындары болса Сабоны Тенрибитоны өлтірген алғашқы адам деп оны ұстап алған еді. Мамоноске тып-тыныш өзімен өзі кетіп бара жатқан еді. Дәл сол кезде бағалегі Гринбол оны ұстап алады. Бұл істің артында тұрған әлбетте Сакадзуки. Шанкс Ван Пис жайлы айтады. Пришло время пойти и забрать его. One Piece. Ло мен Ника Робин баяғы Ваноға қарай қарап тұрады. Бұрын Ваноны су тасып кете берген болғаннан кейін қала тұрғындары басқа жаққа қарай көшуді жөн санаған. Ника Робин Ванодағы Панеглифқа келді. Это третий. Если найдем еще один, то сможем отправиться на рафте. Біз тек қана Мамоноскені ғана ұстап алған шығар деп ойласақ, Яматоны да ұстап алған екен. Одан кейін Мамоноске аузынан от шығару үшін өз-өзін қамшылайды. Содан кейін бәрінде бастайды. Получилось! Мамоноскенің отты ударын күтпеген Гринбол өз-өзіне қайтадан келеді де қане шайқасты басынан басаймыз деп тұрған кезде Шанкс Гринболға атака жасайды да Мамоноске мен Вано тұрғындарын құтқарып қалады. Слишком тяжело для новичков! Нападать на обессиленные зеленые ростки после того, как они изменили историю пиратов, безвкусно, вам не кажется? Неужели вы так боитесь новой эры? Гринбол бір жерін қысады да Ванодан кетіп қалады. Я защитил страну Вана.
Я действительно это сделал. Ло китпен ойын ойнап жатқан кезде ұтылып қалады да бір парақты ашып қараса онда Баггидің командасы Михоук және де Крокодайл бар екендігін көріп таң қалады. Кит болса, маған сендердің Багги-паггиларың қызық емес, алдағы уақытта кез келген адам менімен тіресетін болса көзін құртамын деп айтады. Я буду жить так, как жил Кодзуки Оден. Кайдо мен Луфи шайқасқан жерге келеді, себебі Мугиваралықтар мен Вано тұрғындары бір-бірімен қоштасулары қажет. Было так весело болтать и отлично проводить время в комнате Нами. Зоро көкшашты қызбен жаттығып жатқан кезде оның қасына кішкентай қыз келеді. Кішкентай қыз бен қасындағы көкшаш қыз екеуі де өзінің қайтыс болған әкелері үшін дұға жасайды. Зоро Оденнің өмірбаянын естиді де менде Оден секілді болғым келеді деп айтады. Құрылысшы ағай болса Фрэнки, ей сен қаяққа қарай жоғалып кеттің, мұнда келе оған айқайлайды. Может, достаточно? Королевская хаки! Луфидің болса қарны ашса, ал мына жақта Санджи Некаробинді көреді де оған секірмекші болған кезде суға ағып кетеді. Шоппер өзінің наградасын көреді де вахуй болып қалады. Әрмен қарай Нами навигатор наградасы 316 миллион белли. Король Душбрук наградасы 318 миллион белли. Фрэнки 319.400 миллион белли. Год Усоп наградасы 500 миллион беллиді құрайды. Некаробин наградасы 913 миллион белли. Қара аяқ Санджи наградасы 1 миллиард 320 миллион белли. Джимби наградасы 1 миллиард 100 миллион белли. Зоро наградасы 1 миллиард 111 миллион белли. Я ниже его! Не волнуйся, Джимби, о занявшем 4-е место. Кого ты назвал занявшим 4-е? Мугивара Луфи наградасы 3 миллиард белли. Остров Карайбари. Берите все, кроме моей жизни! Я даже оближу твои ботинки! Әрмен қарай мистер 3 келеді де барлығына ұрса бермей, одан да алдағы уақытта соғысқа дайындалайық деп айтады. Кейінірек Крокодайл Михоукқа хабарласып, барлығымызда бір-бірімізді қолдайық дейді. Мы так похожи в том, что не доверяем другим. Дозорнилар Баггидің островына қарай атака жасап жатқан кезде алдағы уақытта барлығынан да мықты боламыз деп айтады. Ты прав. Чтобы подготовиться к надвигающейся новой эре. Кросс-гильдияның басшылары таныс болыңыздар, Крокодайл және де Михоук. Председатель плачет! Что же будет с моей жизнью? Коби болса адмиралдармен сөйлесіп жатады. Одан кейін мына қыздардың барлығы да біреуден таяқ жеп жатқандығын байқаймыз. Олардың барлығын ұрып жатқан Боа Хэнкокқа ұқсайтын қыз. Мына жақта болса Черная барада іші пысып кетеді де алдына шыққан қарсыластарының барлығын жайпап тастамақшы болады. Осы Черная бараданың қолында 2 фрукты бар, любойын айырып тастаса болады. Я пришел за тобой, пиратская императрица. Черная барада осылай қуып келе жатыр, ал қасындағының аты Васко Шот. Бұлар дозорниларды байқап қояды да оған қарсы атака жасайды. Осылайша Черная барада қасындағыларының барлығының күл талқанын шығарады. Одан кейін Коби Хэнкок сама, морской дозор не собирается воевать. Маршал Дич осылайша Боа Хэнкокты ұстап алады. Йонко Маршал Дитич наградасы 3 миллиард 996 миллион белли. Я хочу получить силу твоего дьявольского фрукта. Эта сила ничто без моей красоты. Газет беттерінде Боа Хэнкокпен бірге Кобидің да бірге болғандығы айтылады. Әрмен қарай революционная армия өздері әңгімелесіп жатқан кезде Драгон Сабоның Вивидің әкесі Кобраны өлтіргендігі жайлы естиді. Егерде осы нәрселердің барлығы шын болатын болса, мен оны кешірмеймін деп айтады. Осыдан кейін Драгонның командасына дозорнилар хабарласып өздері әңгімесін айтады. Негізінен Вивидің әкесін өлтірген Сабо емес. Мугиваралықтар болса шулап жатыр, себебі Виви жоғалып кетті, ал Луфи болса Сабоның ондай іске бармайтындығына 100% сенімді. Одан кейін Мугиваралықтар Вивидің әкесі Кобраны кім өлтіргендігі жайлы сұрап жатқан кезде әрқайсысы әртүрлі айтады. Нигашима! Зеленый Кайда! Зеленая мамочка! Чертов Марима!
Одан кейін Зоро мен Санджи екеуі ерегісіп кетеді. Одан кейін Луфи оларды тоқтатады да не болса да алдағы уақытта көре жатармыз деген кезде Луфидің кішігірім флешбегін бізге қайтадан көрсетеді. Одан кейін Мугиваралықтар өзімізбен өзіміз-ақ өмір сүре берекші, не болса да алдағы уақытта көреміз деген кезде ең соңғы панеглифті да естеріне алады. Себебі ондағы жазуды ешкім де аша алған жоқ. Әрмен қарай дозорнилар сөйлесіп жатқан кезде Сабоның бір қиындыққа не болмаса бір нәрсені бүлдіргендігі жайлы іздеп жатады. Мугиваралықтардың кемесі ұшып кеткеннен кейін олардың барлығы да суға ағып кетеді. Джинбей оларды дер кезінде құтқарып үлгереді, ал олардың артынан Мегалодон да қарап тұрмай қумақшы болады. Мугиваралықтар өз жөндерімен кетейін деп жатқан кезде оларды бір адамдар қоршап алады. Отдайте свои деньги! Опять грабишь? Имей хоть каплю гордости, как ученый. Одан кейін бұл қыздың басшылары айтады: сендер өздерің кімді тоқтатып тұрғандарыңды білесіңдер ме? Мугиваралықтардың командасында ең мықты мечниктардың бірі Зоро бар. Олардың наградасы 1 миллиардтан жоғары. Так что көп құтыра бермеңдер деп айтады. Ты смеешь угрожать мне? Все в порядке. Меня заинтересовала эта команда. Әрмен қарай Вегапанктың кемесінің ішінде Куманың қызы Боннидің да жүргендігін байқаймыз. Бұл неғып жүр, алдағы уақытта айтамыз. Мугиваралықтар өздерінің киімдерін ауыстырып алғаннан кейін полиция олардың киімдерінің ақысын төлемегендігін байқайды да оларға шабуыл жасайды. Мугиваралықтар енді мына бәленің көзін құртайын деп жатқан кезде Бонни тұрады да: бұл менің әкем, бұған тиісуші болмаңдар деп жылайды. Единственный, кто остался из моей семьи. Что? Ақмақ Бонни, ай, бұл сенің әкең емес. Әрмен қарай Лоның ең сенімді адамдарының бірі Беппо болса дым істемей жатқандығына қызметкерлер ашуланады. Готовьтесь, ребята. Оппо, Ло бұндай жағдайдан қалай құтылады екен? Таныс болыңыздар: Джезус Берчес, Ван Огер, Доктор Кью, одан кейін барып Маршал Титич, команда капитаны. Начинать вечеринку! Белгісіз арал. Әрмен қарай Черная барады. Лоның кемесі судың астында екендігін байқайды да оған өзінің фрукция арқылы қысым жасап шабуыл жасайды. Приготовьтесь к бою! Женщина! Да! Барлық командасы қызға айналып кетеді. Содан кейін Ло қайтадан ер қалпына айналады. Ло мен Тичтің арасындағы шайқас енді басталды. Он избавился от болезни. Черт! Доктор Кью алма лақтырған еді. Судың астынан бір адам әйтеуір шығып, олардың барлығы жарылғыш зат екендігін түсініп, олардың көзін бірден құртады. Ло одан кейін қарап тұрмай Тичқа өзі бірінші атака жасайды. Әдемі. Ударная волна. Тич енді құлап бара жатқан кезде Ван Огер оны құтқарады да транспортация жасап Лоның дәл алдына түсіреді. Лоның да адамдары мықты екен. Содан кейін оларда құры отырмай Тичтің командасына атака жасайды. Оның ішінде Большая мамочканың қызы Бонни бар. Және де ол Крекер жайлы әңгімесін айтып отқан кезде Ло мен Ван Огер Крекердің көзін құртқандығы бізге айтылады. Содан кейін Пудинг Крекер жайлы ешқандай да әңгімесін айтпайды, себебі Крекер ұтылып қалды. Сакадзуки Акайну болса жіберген адмиралдарынан ешқандай да хабар ала алмай жатыр. Черная барада өзінің мықтырақ екендігін түсінеді деп барын салып Лоның көзін құрту үшін өзінің бірінші фрукциясын қолданады. Мына жақта болса Бонни қайда қашса да оның артынан полициялар қуып артынан қалмай қояды. Ал бұл нәрсеге Бонни шыдай алмай жылайды. Прекратите! Әрмен қарай кеме басшылары әлемдік үкімет дозорнилар жайлы барлық шындықты айтып береді. Как можно полностью стереть? Ахара получила вызов 5. Значит, что люди, узнавшие, они будут убиты. Мы даже не спрашивали!
спрашивали? Әрмен қарай кеме басшылары Ника Робин жайлы барлық шындықтарды білетіндігін айтады. Кішкентай кезінде оның наградасы 79 миллион белли болған еді. Дәл сол островта тек қана бір қыз аман қалған болатын. Дәл сол островтың басшысының аты Клевер. Клеверге дозорнилардың барлығы да шабуыл жасап, оны 10 рет тұтқындамақшы болған. Дәл осы адам Ника Робиннің мамасына барлық шындықтарды айтып береді, яғни әлемдік үкімет бізден көп нәрсені жасырып отыр. Егер де сені олар жайлы бір шындықты халыққа жаятын болсаң, олар сені өлтіреді деп айтады. Дәл осылай айтып тұрған кезде әлемдік үкіметтің басшылары келіп, яғни агенттері келіп, ол адамды өлтіріп кетеді. Міне осылай, так что ешқандай да шындықты айтуға болмайды. Осылайша Ника Робиннің айтылмай кеткен кішігірім оқиғаларын біз айтып бердік. Әрмен қарай Луфи және де Мугиваралықтар робот киімді киіп алады да, біз әлемдік үкіметтің көзін алдағы уақытта құртатын боламыз деп бір-біріне сөз береді. Луфи алдына бір адамның қимылдай алмай жатқандығын көреді және де оның аяқ киімі ұша алатындығын байқайды. Таныс болыңыздар, бұның аты Вегапанк.